Тамыз көтерілісі жеңілісінен кейін КСРОдағы саяси жүйе қайтымсыз болып өзгерді. Внутренне вам честно говорю, за эту нерешительность, за эту осторожность, за эти была как-то антипатия. Бұрынғы одақтық орталықтың саяси билігі Ресей басшылығының қолына көшті. Төңкеріске одақ билігінің барлық басшылығы қатысу себебінен және олардың жеңілісінен кейін олардың Мәскеудегі билік мәртебесін қайта қалыпқа келтіру мүмкін емес еді. Отстранен от власти законно избранный президент страны. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым, реакционным, антиконституционным переворотом. Одақ органдары Ресей аумағындағы жағдайды бақылай алмай, салық жинау мен ресурстарды бөлу билігінен айырылды. Сондықтан олардың қалған кеңестік республикаларға ықпалы аз болды. Әрине, ұлттық республикалар егемендік алғысы келіп, өз болашақтарына ұмтылды. Олар бұған құқылы болды. Бұл Конституция бойынша КСРО құрамынан шыққанға дейін өзін-өзі анықтау құқығы туралы тармақта көрсетілген еді. Мысалы, 1991 жылы 19-21 тамызда өткен төңкеріліс кезінде Балтық жағалауындағы 3 республика – Латвия, Литва және Эстония өздерінің тәуелсіздіктерін жариялады. Бірақ бұл құқықты пайдалану көптеген шарттардың сәйкес келуін талап етті, және оны жүзеге асыру оңай болған жоқ. Солардың бірі орыс элитасының КСРОдан бас тартып, осы мемлекеттен бөліну құқығын жүзеге асыруға деген ұмтылысы болды. Осы кезеңде Қазақстан мен оның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қиын жағдайда қалғаны рас. Тамыз төңкерілісі Новогорево оқиғасының тарихына нүкте қойды. Бірақ бұған Ресей президенті Борис Ельцин қарсы еді. Естеріңізде болса, 1991 жылдың күзінде бүкіл КСРОда жағдай қаншалықты қиын болды. Барлық жерде қақтығыстар өрбіді. Мысалы, 30 тамызда Әзербайжан өзінің тәуелсіздігін жариялады. 2 қыркүйекте Таулы Карабақтағы Армян халқы республиканы жариялады. Нәтижесінде соғысушы тараптар кең ауқымды соғысқа аттанды. Мұндай жағдайда жанжалды шешуге, ымыраға келуге негіз табуға әрекет жасалды. Бұл әрекетті сол кездегі ең беделді саясаткерлер КСРО аумағында жасағаны таңғаларлық емес. Олар Нұрсұлтан Назарбаев пен Борис Ельцин. Олар бірге Ресей-Қазақстан бірлескен бітімгершілік миссиясын құрды. КСРО аумағында басқа да жанжалды жағдайлар болды. 1991 жылы 25 қыркүйекте Молдова мен Приднестровье арасындағы қақтығыстың өршуі кезінде Дубоссары қаласында қарулы қақтығыс болды. Көптеген публицистер мен саясаткерлер Қазақстанның проблемалары тым көп деп санады. Бірақ 1990-1991 жылдардағы бүкіл КСРОдағы ең қиын қақтығыстар кезеңінде Қазақстан өзінің тұрақтылығымен ерекшеленді. 1991 жылдың 1 желтоқсанында алғашқы халықтық президент сайлауы өтті. 98% дауыс жинап, Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз елдің тұңғыш президенті болып сайланды. Торжественно клянусь верно служить народу нашей многонациональной республики, строго следовать Конституции Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан.
1991 жылдың 8 желтоқсанында Беловеж орманында Белоруссия, Ресей және Украина басшылары кездесу өткізді. Қысқа пікірталастан кейін олар расымен КСРО тарихын аяқтайтын шешім қабылдады. Әрине, үш славян республикаларының жасаған Беловеж келісімі КСРОның өзіне нүкте қойғанымен өзгерістің қалай жүзеге асатынын, оны қамтамасыз ету жағдайын және ең бастысы жаңа тәуелсіз мемлекеттердің өзара қарым-қатынасы жөніндегі мәселелерін шеше алмады. 13 желтоқсанда Қазақстан президентінің бастамасымен Ашхабадқа Беловеж келісіміне шақырылмаған республикалардың басшылары жиналды. Мұнда олар болған оқиғаларға қатысты келісілген позициясын әзірледі. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. Бұл жаңа дәуірді бастаған маңызды оқиға еді. Жаңа президент бастаған мемлекет тәуелсіз демократиялық даму жолына түсті. Бұл тәуелсіз Қазақстанның жаңа тарихы үшін бетбұрыс болды. Тәуелсіз Қазақстанның конституциясы қабылданғаннан кейін алғаш боп Түркия, ақш, Ресей сияқты бірқатар мемлекеттер одан кейін атаулы жыл соңына дейін тәуелсіздігімізді басқа да елдер мойындады. Қазақстан әлемдік қауымдастықтың толыққанды мүшесі ретінде қабылданды. Нұрсұлтан Назарбаев алыс шетелдермен өзара тиімді экономикалық қатынастар орнатып, мықты экономикалық негіз құру үшін халықаралық инвесторларды Қазақстанға тарталды. Ең маңыздысы 1991 жылы 21 желтоқсанда КСРО күйреуінің рәсімделуі және оның тарихындағы соңғы нүкте Алматыда қойылды. Мұнда Алматы декларациясы қабылданып, бірден 8 мемлекет ТМД-ға қосылды. Белоруссияның, Ресейдің және Украинаның 3 президенті мен КСРОның бұрынғы кеңестік республикаларының барлық басқа президенттері мен басшыларының соңғы кездесу үшін Алматының таңдалуы кездейсоқ емес еді. Бұл Нұрсұлтан Назарбаевтың сол кездегі саяси процестердегі рөлінің көрінісі болды. Тәуелсіздікке әртүрлі жолмен жетуге болады. Әрдайым бұндай процеске әсер ететін сыртқы және ішкі факторлар бар. Бұл процесті жүзеге асыру оңай болған жоқ. Өйткені 1990-1991 жылдардағы жағдай қиын да күрделі және болашақты болжап білу мүмкін емес еді. Президент ел тағдырының шешуші кезеңі екенін түсінді. Бірақ құлдырап жатқан империяның жағдайында, тәуелсіздігін алып жатқан мемлекеттердің болашағы бұлыңғыр болып жатқан уақытта ойланбай әрекет етуге болмайтын еді. Нұрсұлтан Назарбаев саяси шахмат ойынын жүргізді. Ол жерде күшті деген позиция ешкімде болған жоқ. Бірақ ол саясатты гроссмейстердей хас шеберлікпен жүргізе алды. Ол Қазақстандағы басқару бағытының бірлігін, қоғамдағы үйлесімділік пен саяси процестерді бақылауды қамтамасыз етті. Аталған процестердің байыппен орынды өтуі Нұрсұлтан Назарбаевтың тиімді саясатының айқын еңбегі.